шам жандырмай, ассалаумағалейкум абзал елім, артында сөз қалдырған мал қалдырмай. Айтыс бұл қазақтың төл өнері, айтыс қазақтың сөз өнері. Сондықтан да айтыс Африкада да айтыс ағайын. Олай болса бүгін біздің ауылымызда өткелі жатқан ауыл ақындары жырлайды атта ақындар айтысына қош келіпсіздер. Ендеше не тұрыс не жүріс, бүгінгі ақтық сынға жолдамалған 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар ақындарымызды ортаға шақырайық. Сол қанаттан ару ақын, өзінің уытты тілмен шым-шым сөйлейтін, тапқыр ойлармен қытықтап айтатын асау ақын, Ерке ақын, Ерке Балаева Ақбөпе. Ақбөпе ақынымыздың қарсыласы Азулы ақын. Шыға бергіз аға, хабарлап атырын. Шығыңыз. Азулы ақын. Неменеге сығалап тұр, шықсаңызшы бері қарай. Хабарлап атырын. Шығыңыз деймін, хабарлап атырын. Талай азулы ақындардың азу тісін сындырған арқасы бар ақын. Қадалған жерінен қан алмай қоймайтын Дауылбайы Боранбай ағамыз. Қошыңыз ағайын. Ақтық сынға жолдамалған ақындарын ортаға шақырып алдық. Ендеше не тұрыс, не жүріс, тақия жерге тасталды, айтысымыз басталды. Бастаңыз. Басып. Сіз бастай беріңіз. Өзің бастай берші, айтыр. Сен ер азаматсыз ғой, бастай берсеңші. Бастай берсем, мен дайын емеспін. Неменеге әңгіме айтып отырсың, бастаңыздаршы. Дайын емеспін, бастай берсін деп. Әңгімені көбейтпей бастаңыздар еді. Әуде! Әуде! Айыл! Әуде! Әуде! Айтсай, бір сағат болды таққан. Тартып отырды ма? Неменеге тарта бересіз, айтсаңызшы. Қызбады ма? Айтыңыз. Әуде! Шап! Әуде! Ау? Жоқ, ашейін, әуде, ей деп атыр бәшейін. Тиіспеш, разгаман басын. Тиіспеші? Оуде! Үйде! Шашағанды басатын, сарайыңда шатын, шай болмайды жақында самауырны қара шайнан асатын. Шай ішіңіздер. Басыңа бақ құсы қона берсін бақыт боп, самауырыңды алып кет. Ақындардың шай ішуіне уақыты жоқ. Менің атым Құлахмет, ішпесіңдер, ішпеңдер. Сіздерге көп-көп рахмет. Рахметің өзіңе көрінбе менің көзіме. Ақын, біз емес, сендер ғой. Айбеттеңіз. Бізге қарағанда сендер ұйқасты жақсы айтып тұрсыңдар ғой. Өздерің айтса салмадыңдар ма? Адамды Шымкенттен әуре қылмай. Айбеттеңіздер. Бастаңыз, жалғастырыңыз. Көп тарта дегіз. Ау? Көп тарта дегіз. Өзімнің стилім сондай. Разгомаламай дегіз. Газ басаш, газ басып.
әуде. Бастаңыз. Айналайын ағасы, Әуде. болдың аумаған нағашы. Ауыл аймақ аман бей, бұтағың мен ағашың. Айтысқа келдім ағасы, сен болған соң нағашы. Ауыл аймақ аман бей, бұтағың мен ағашың. Ағашы бұтағынан басқа ештеңе айтпады. Өзіңіз айтыңыз, бір жақсылап тұрып. Әуде. Шап. Шап. Неменеге қайта-қайта бері қарай түкіре берсін, арқап түкірсеңізші. Казахский клей дейді. Арқап тілейліңіз. Хей! Әуде. О, Хей! Құдай-ай, сөзі қандай еді? Тілім ұшында тұрды, ұмытып қалсам бұлым. Неменеге ойланып отырса айтсаңызшы. Тілім ұшында тұрды, ұмытып қалсам бұлым. Халықтан ұят болмай отырсыз. Есіме түсті, кешіріңдер, айып етпеңіз. Аяу! Йоу. Хей! Құлақ сасаң сөзіме, тура қара көзіме. Уверенсің ба өзіңе, жауап бересің ба сөзіңе? Хей, айналайын тиенім, жақсы айтсаң сүйемін, жаман айтсаң күйемін, барма сенің күйеуің, айналайын тиенім. Рахмет. Рахмет халқым басшылықты бергендеріңізге, рахмет. Алып кетіңіз өзіңіз. Бір қалжыңдап, әзілдеп айтыңызшы бір. Айналайын ағасы, Ағасы. болдың аумаған нағашы. Білем, айттым. Сөйлеңіз. Өз-өзіңе уверенсің ба деп қалдың, уверен болмасам келем бөш жерге нағашы. Сөзіңе қарадым ағасы, көзіңе қарадым нағашы. Ауыл аймақ аман бей, бұтағың мен нағашың. Бұтағы ағасын айтпаш. Қайталай беріңіз. Айтыңызшы бір өзіңіз бір жандырыңызшы жақсылап. Әуде. Хей! Ауырмайды жүрек, ауырмайды жүрек болмаса. Хей! Ал бекештер оттай жанып, жүрегімді шоқтай қарып, наранай, наранай. Хей! Шаштарыңның исі сағындым, кірпіктеріңе екі рет асылып қалдым. Хей! Кірпіктеріңе екі рет асылып қалдым. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, қол соғай, қалқым. Рахмет. Рахмет, халқым басшылықты бергендеріңізге, рахмет. Неменеге әннің сөздерін айтып отырсыз? Хит әндер ғой. Қаяқтың хитаны? Бұл айтыс қой, ақын деген ойдан шығарып айтады, ойдан. Ақын деген қазақтың не бір әдемі маржан сөздерін сүзіп айтады. Айтпайсыз ба? Ей, бісміллә, сөз бастайын билердей боп, жанымыз жақұт жырдан киген көйлек. Алдымен баршаңызға сәлем бердім, қақпадағы қара тасқа маңдайым тигендей боп, айғай-ау деп айтсаңызшы. Сосын сіз айтыңыз. Салмақтап салиқалы сөз айтайық, сарымайдан суырып алған қылдай. Алладан жәрдем тілеп сөз бастайық, намаздан жаңылмаған нар жамбылдай деп айтыңызшы Құдай үшін. Өзің айтасасың? Мен ба ақын сіздер ма? Не мынау? Ағашы, нағашы, жиенім, күйемін, сүйем деген әңгіме осы. Ақын деген бір әдемі сөздерді айтып, мақал, мәтел қосып, нақыл сөздер қосып айтатын еді. Айтыңыз сөйтіп. Мәтел, мақал десей. Мақал, мәтел. Мәтел, мақал. Нақыл сөз қосып бе. Әуде. Айналайын ағасы, болдың аумаған нағашы. Бұтағы мен ағасы аман айтпай құш. Адам, нервный.
Нақыл сөз айтайын ағасы ау, нақыл сөз тыңда нағашы. Мақал мәтел қосыңыз, мақал мәтел. Бір тал кессең ағасы, 10 тал ектеген нағашы. Аулай мағаман бей, бұтағың мен нағашың. Не айтып отырсыздар, а? Ақын деген мынау елдің жайын айтады, ел туралы айтады. Ақын деген ащы шындықты бетке айтып, саясаттан айтады. Саясат? Иә. Болды. Хей, айналайын, ақ бөпе, жамылғаның ақ көрпе. Саясат жайлы... Түсіндің ба мені, ақ бөпе? Мен бірден жауап бере салайын. Бірден жауап берсін. Айналайын ағасы, болдың аумаған нағашы. Саясат жайлы айт дейсіз. Беркеңші. Неменеге бір-бірлеріңізді құлақтарыңызға сыбырлап айтып жатсыздар? Ой, дауыстарыңызды шығарсаңызшы, халық естісін да. Дауыс шығарып айтуға болмайды. Ha? Газет, журнал оқымайды. Бәле ғой. Айтуға болмайды. Неге? Жетіскеннен сыбырлап отыр дейсің бе? Ішімізге симағасын айтып отырмыз. Ішімізге симағасын айтып отырмыз. Және дедіңіз? Ана, Не жауап бердіңіз? Ойбай! Айты істесе ішкен асын жерге қоятын ардақты ағайын. Ақындардан сөз қалмады. Елдің жайын айтты. Опшым барын айтты. Ұзынын айтты, қысқасын айтты, ащысын айтты, тұщысын айтты. Олай болса, уақытта бір жерге таяп қалды. Осымен сыбырлақ айтсамыз, аяқталды ағайын. Мен енді мынау халықтың көзінше ақын қарындасыма сый-сияпатын жасайын. Рахмет қарындасым. Мен қорықпай айтысқаныңа рахмет. Маған духың жетіп, менімен айтысып атсың. Духовистый қыз екенсің, ырза болдым. Қарындасыма сый-сияпатын жасайын. Сенің де серіктесім Сергей, кеш. Кеше берейін десем, жоқ қой менің ішінде. Қаяқты? Жаңа барады ғой. Мен саған сенім жоқ қой, сенің серіктесім Сергей деп. Бағана барады, ұят болды ау халықтан. Ой, рахмет. Міне, мынау енді таза алтын емес, шынды айтайын. Күміс емес, шынды айтайын. Той көр деген ниетпен қарындасыма білезік тағайын. Рахмет. Бәрекелді ағайын, қошемет. Ақын ағасының ақын қарындасына деген ізгі ниетпен, шын жүректен